Эленор Портердің Поллианна романының 25 бөлімі. Күту ойыны. Харрингтон сарайында Джон Пендлтон болған күннің ертеңінде мисс Полли мамадардың келуіне дайындалу керек деп шешті. Поллианна қалқам, деді мейіріммен. Біз Уэйрон дәрігермен келісіп, саған тағы бір дәрігер шақыруды ұйғардық. Ол сенің тез жазылуыңа көмектеседі. Түсініп отырсың ба? Поллианнаның бет-әлпеті қуаныштан нұрланып кетті. Түсінемін, Полли тәте, маған Чилтон дәрігер келетіне сондай қуаныштымын. Көптен бері сол дәрігердің келгенін қалап жүр едім. Сіз оны шақырмайды-ау деп қорыққанмын, өйткені ол сізді сол күні терезада көріп қойды ғой. Енді оны шақыратыныңызды естіп, қуанып отырмын, Полли тәте. Мисс Поллидің беті бір бозарып, бір қызарып, саны құбылды. Ол өзін қолына алып, бұрынғыдай қуанышты үнмен: Жоқ, қалқам, мен Чилтон дәрігер туралы айтып тұрған жоқпын. Саған Нью-Йорктан атақты маман келеді. Ол сен сияқты сырқаттармен айналысады. Ол Чилтон дәрігер білгеннің жартысын да білмейді деп ойлаймын, деп сенімді сөйледі Поллианна. Жоқ, қалқам, ол өте жақсы маман, деп өзінің айтқаннан қайтпады мисс Полли. Мистер Пендлтонды Чилтон дәрігер емдеді ғой, деп берілгісі келмеді Поллианна. Оның да аяғы сынды ғой, қазір жазылып келе жатыр. Полли тәте, егер мүмкін болса, маған Чилтон дәрігер келсінші. Полли тәтесі тағы да қызарып кетті. Біраз уақыт үнсіз тұрды да, мейірімді келбетін бұзбай жауап қатты. Бірақ бұл жолы оның даусынан табандылық пен қаттылық білінді. Жоқ, Поллианна, сенімен келіспеймін. Мен сенің бар қалауыңды орындауға әзірмін, тек бұл емес. Чилтон дәрігерді шақыра алмайтын себептерім бар. Сенші маған. Әрі Чилтон дәрігер сенің сырқатың туралы мұнай Нью-Йорктан келетін атақты дәрігердей білмейді. Тәтесінің бар дәлеліне қарамастан, Поллианнаның Чилтон дәрігерге деген сеніміне селкеу түспеді. Полли тәте, деп мұңая сөйледі ол. Егер сіз Чилтон дәрігерді жақсы көрсеңіз ғой. Поллианна, сен не айтып отырсың? Бұл жолы мисс Поллидің даусы қатты шықты, ал оның екі беті лап ете түсті. Мен сіз Чилтон дәрігерді жақсы көрсеңіз ғой деймін, деп ақырын ғана сөзін жалғастырды Поллианна. Басқа дәрігерді шақырмасаңыз ғой. Менің ойымша, Чилтон дәрігер бір жақсы іс жасар еді. Мен оны өте жақсы көремін. Осы кезде бөлмеге күтуші кірді. Оның келуі мисс Полли үшін жоғарыдан жіберілген көмек сияқты болды. Поллианна, деді орнынан тұра бере тағы бір нықтай түсіп. Бұл сұрақты өзіме шешуге тура келетін сияқты. Сонымен қатар Нью-Йорктағы дәрігерді шақырып қойдық. Ол ертең осында келеді. Бірақ келесі күні Нью-Йорктан дәрігер келмеді. Оның орнына дәрігер аяқ астан ауырып қалғаны, оның келуі белгісіз уақытқа шегерілгені туралы телеграмма келді. Бұл жағдайды естіген Поллианна тәтесінен Чилтон дәрігерді шақыру туралы қайта өтіне бастады. Полли тәте, өтінемін, бұл қиын іс емес қой. Бірақ Полли тәтесі бұрынғыдай келісімін бермеді. Поллианна үшін барлығын орындауға әзірмін, тек бұл емес, дегені рас сияқты. Сен алмаймын, маған қанша түсіндірсе де өмір бойы сен алмас едім, деді Нэнси қарт Томға. Бірақ өз көзіңмен көрген соң қалай сенбейсің? Ол күні бойы біздің қыздың бөлмесінде жүреді. Мистер Том, сізге айтқым келгені, күні бойы отырып күтеді. Мысалға, біздің Флаби мен Бабиді алайықшы. Мисс Полли бір апта бұрын оларды қыздың бөлмесіне кіргізбеуші еді. Ал қазір, мистер Том, тыңдаңызшы, ол мисс Поллианнаның төсегінде ит пен мысықтың секіруіне рұқсат берді. Өйткені бұл біздің қызға ұнайды. Біздің қыз тілесе, мисс Полли терезедегі мөлдір шыныларды сыңғырлатып, кемпір қосақ биін ұйымдастырады. Мисс Полли Тимотиді Кобба жайлауына әдемі гүлдер алып келуге 3 рет жіберді. Ол тіпті мисс Поллианна үшін өз қолымен гүл дестесін жасағанын айтпай отырмын. Ал жақында, мистер Том, мен бір нәрсе көрдім. Оны естісеңіз құлап қалар едіңіз. Біздің мисс Полли
мисс Полианнаның кереуетінің жанында отырып шашын тарады. Күтуші әйел оларға қарап қалыпты. Ал мисс Полианна тәтесіне шашын қалай тарау керегін айтып нұсқау беріп отыр. Күн сайын мисс Поли өзіне солай шаш үлгісін жасайды. Мұның барлығын біздің қызды қуанту үшін жасап жүр екен. Қарт Том жай күлімсіреді. Менің ойымша, мисс Полиге жаңа шаш үлгісі жарасып тұрған сияқты. Бұйра шаштары керемет әдемі екен, деді ойлы үнмен. Тура айттыңыз, мистер Том, деп оны қолдады Нэнси. Қазір ол адамға ұқсап қалды. Ол тіптен... Саған өткенде не дегенім есіңде ме, Нэнси? Деді қарт Том салтанатты түрде оның сөзін бөліп. Есіңде ме? Мен саған кезінде ол өте әдемі қыз болған дегенмін. Оған әдемі қыз болуға әлі ерте, деп Нэнси иығын қиқаң еткізді. Бірақ мисс Полианна шілтері орамалды жамылып, бұйра шашпен жүруге көндіргеннен бері күннен күнге сүйкімді болып барады. Айттым ғой саған, деп жалғастырды сөзін қарт. Ол тіпті де қартайған жоқ деп айттым ғой саған. Нэнси күліп жіберді. Иә, мистер Том, қазір ол бұрынғыдай емес, қартамыс әйелге ұқсамайды. Мисс Полианна келгелі оны тану қиын. Мистер Том, айтыңызшы, оның сүйікті адамы кім еді? Оны біле алмадым ғой. Біле алмай қалдың ба? Деп қарт Том қолана қарады. Олай болса, мен енді ештеңе біле алмайсың. Айналайын, мистер Том, өтінемін, айтып беріңізші, деп сұрады Нэнси. Сізден сұрамағанда енді кімнен сұраймын? Егер ешкім айтпаса, оны еш уақытта білем деп ойламай-ақ қой, деп күлімсіреді қарт Том. Содан кейін ақырын ғана, одан да маған біздің қызымыз қалай екенін айтшы, деді. Енді оған Нэнси көңілсіз қарады. Иә, бәрі бұрынғыдай, мистер Том. Әзірге ешкім ештеңе түсіндіре алар емес. Ол үнемі төсекте жатады. Біресе ұйықтайды, біресе сөйлейді. Ай сәулесі түскенде, күн шыққанда, әйтеуір қуаныш табуға титтей мүмкіндік тапқан кездің бәрінде де қуануға тырысады. Әрине, бұл оның ойыны екенін білемін, деп жауап қатты қарт Том. Оның нәзік жүрегіне Құдай мейірімін төксін. Сонда ол сізге де өз ойыны туралы айтты ма? Деп Нэнси таңғалып қалды. Баяғыда айтқан, деді қарт көзін жыпылықтатып, еріндерін қымқырып. Бұл бұлай болған. Бірде белім бүкірейіп, тік жүре алмаймын деп наладым. Ал ол маған қандай ақыл бергенін білесің бе? Мен неге қуануым керегін тауып көрші? Таба алмаймын, мистер Том. Бұл жерден қандай қуаныш таба алатыныңызды білмеймін, деп шынын айтты Нэнси. Ал біздің кішкентайымыз ойлап тапты, ол маған. Мистер Том, сізге бақты арам шөптен тазалау үшін қатты бүгілудің қажеті жоқ. Сіз онсыз да жартылай бүгіліп тұрғаныңыз үшін қуануыңыз керек, деді. Нэнси көңілсіз кекетті. Несі керемет? Бірақ мен таңғалмаймын, мистер Том. Мен де сізге мұнан айтайын, таңғалмаймын. Сіздің кішкентай балапаныңыз қуану үшін әрдайым бірдеңе ойлап табады. Маған сеніңіз. Ол екеуміз басынан бастап ойынды бірге бастадық қой. Сол кезде бұл ойынды ойнайтын ешкімі болмаған. Және ол бұл ойынды тәтесі де ойнаса екен деп тілеп жүрген. Мисс Поли? Деп Том таңдана сұрақ қойды. Нэнси күліп жіберді. Байқаймын, сізде қожайын жайында мен сияқты ойлайды екенсіз, деп кекесінмен айтты. Осы кезде қарт Том томсарып қалды. Мен тек мисс Полиді бұл ойын таң қалдырады деп ойлап едім, деп суық жауап қатты. Рас, ол таң қалар еді, деді Нэнси. Бірақ қазір мен олай демес едім. Мистер Том, мен олай айта алмас едім. Сізге тура солай айтайын. Ол сіңілісі үшін бәрін істеуге даяр. Қазір ойынға қосылса да, мені еш таң қалдыра алмайды, мистер Том. Біздің қыз оған бұл ойын туралы айтпаған ба? Менің ойымша, ойын туралы бүкіл қалаға айтқан сияқты. Ол жол апатына түскелі бері барлығы осы ойын туралы айтып жүр. Жоқ, Полианна оған сол күйі айтпады, деп жалғастырды Нэнси. Өйткені Поли тәтесі оған әкесі туралы айтуға тыйым салған. Ал бұл ойынды марқұм әкесі ойлап тапқандықтан әкесін еске алмай айта алмайды. Енді түсінікті болды, деп қарт Том басын шұлғыды. Барлығы оны мисс Дженниді алып кеткені үшін кешіре алмады.
Ал мисс Поли ерекше қатты күйзелді, өйткені ол да мисс Дженниді өте жақсы көретін. Осының барлығы не деген сұмдық деп күрсінді де Нэнси теріс қарады. Иә, бұл қорқынышты. Мен сізге осылай айтамын, мистер Том. Бұл қорқынышты. Мен де сізге осылай айтамын. Мистер Томға қарағанда тереңірек және қаттырақ күрсініп, Нэнси ас үй жаққа кетті. Бұл күндер бәріне ауыр тиді. Күтуші әйел өзін көңілді де жарқын ұстауға тырысты. Бірақ оның көздерінен үрей көрінетін. Дәрігер күннен күнге баланың жүйкесінде шаршау белгілері күшейіп келе жатқанын айтты. Мисс Поли көп сөйлемейді, тіпті үндемеуге тырысады. Оны жасартып тұратын шаш үлгісі де оның арықтаған және бозарған жүзін жасыра алмады. Тек Полианна ғана Флаби мен Бабимен ойнап, гүлдерді қызықтап, достары жіберген жемістер мен тәттілерді жеп, денсаулығы туралы уайымдаған хат авторларын тыныштандыруға тырысты. Алайда оның жағдайы нашар еді. Ол өзінің сүйікті ойынын ойнап отырып, осы шақтан болашаққа өтіп кететін. Ол әрдайым қайта мектепке баратынына, қайтадан миссис Сноуды көретініне, мистер Пендлтонға қонаққа баратынына, мистер Чилтонмен сырғанаққа баратынына сенетін. Сол қуанышты күндерді күтетін. 26 бөлімі ашық есік. Нью-Йорктағы мид дәрігер бір апта өткен соң ғана келді. Ұзын бойлы, сұр көзді, кең иықты, жарқын жүзді дәрігер Полианнаны өзіне бірден баурап алды. Ал Полианна өзіне тән тәтті қылықпен оған әңгімесін айтуға асықты. Сіз менің дәрігеріме қатты ұқсайсыз, деп бастады. Мен дәрігер әріректе күтуші әйелмен сөйлесіп тұрған Уоррен дәрігерге таңдана назар салды. Оның таңданысын түсінуге болады. Бойы қысқа, қой көзді, қара сақалды Уоррен дәрігер мид дәрігерге мүлде қарама-қарсы кейіпті адам болатын. Нью-Йорктен келген дәрігерді көзімен бағып отырған Полианна күліп жіберді де былай деді. Жоқ, мистер Уоррен Поли тәтемнің дәрігері, ал мистер Чилтон менің дәрігерім. Деп мид дәрігер екі беті нарттай қызарып жанып тұрған Поли тәтесіне қарап даусын созды. Әрине, Полианна бірер минут ұялаңқырап, сосын шынын айтуға кірісті. Маған мистер Чилтонды шақырса деп едім, бірақ оған Поли тәтем келіспеді. Тәтем сіздің келгеніңізді қалады. Мистер Чилтонға қарағанда сынған аяқ туралы сіз көп біледі деді. Сіз шынымен көп білесіз бе? Олай болса, келгеніңізге қуаныштымын. Мид дәрігер оған біртүрлі қарады. Бұл жағдайда тек уақыт емші қызым, деп биязы жауап берді. Содан соң қайтадан Уоррен дәрігерге ымдап, тәтесімен бірге сыртқа шығып кетті. Соңында бәрі бұл жағдайға мысық кінәлі деді. Мүмкін солай да шығар. Жақсы көретін қожайынның жанына кіргісі келген мысық есікті тырмалап ашып алады да ішке кіріп кетеді. Ал есік ашық қалады. Ашық есіктен Полианна мисс Полидің қайғылы даусын естіп қояды. Олай дей көрмеңізші дәрігер, тек олай демеңізші. Қыз өмір бойы жүре алмайды дейсіз бе? Әрі қарай не болғаны туралы айту қиын. Жатын бөлмеден Полианнаның шыр еткен даусы шықты. Поли тәте, Поли тәте! Осы кезде мисс Поли есіктің ашық тұрғанын байқады. Жиенінің бәрін естіп қойғанын түсінді. Ал енді бірер секундта өмірі болмаған жағдай болды. Мисс Харрингтон есінен танып қалды. Ол біліп қойды, деп күтуші әйел айқайлап қызға қарай ұмтылды. Екі дәрігер де мисс Полидің жанында қалды. Мид дәрігер кете алмады, өйткені мисс Поли оның құшағына құлаған еді. Енді оған қаншайымыздың есін жиғызу керек. Уоррен дәрігер отбасы дәрігері ретінде бөлмені қараусыз қалдыра алмады. Бірақ бар қолынан келгені науқастың жанында әрі-бері жүру ғана болды. Күтуші әйел Полианнаға асықты. Аурудың жанында кереуетте Флаби отыр. Ол қожайынын өзіне қаратқысы келіп, қатты мияулап қояды. Бірақ онысынан түк шықпады. Ешкім оған назар салмады.
мисс Хант!» деп айқайлады Полианна күтуші әйел есіктен кіргенде. Өтінемін сізден, тезірек Поли тәтемді шақырыңызшы. Қыздың көзі аларып, беті бозарып кетті. Мисс Хант есікті қаттырақ жауып, кереуетке жақындады. Ол да бозарып кеткен. Дегенмен қызға қарағанда жағдайы кішкене де болса жақсы еді. Тәтең қазір келе алмайды, деді тұтығып. Ол саған кейінірек келеді. Қазірше саған мен көмектесейін. Сіз көмектесе алмайсыз, деп басын шайқады Полианна. Мен тек неге олай айтқанын сұрайын деп едім. Тәтемнің айтқан сөзі рас па жоқ па? Соны анықтағым келген. Күтуші әйел қызды алдандырып, рухын жанығысы келгенмен, оған тілі бағынбады. Керісінше, қыз алдында көз жасына ерік беріп қойып, Полианна бәрі де өзі ойлағандай емес екенін түсінді. Сіз де бәрін естіген екенсіз ғой, мисс Хант, деп сыбырлады. Мен енді ешқашан жүре алмаймын ба? Бұлай болу мүмкін емес, деді Полианна бетін қолымен жауып. Керек емес қалқам, деді даусы дірілдеген күтуші әйел. Мүмкін ол дәрігер білмейтін шығар, мүмкін қателескен болар, бәрі де мүмкін. Бірақ Поли тәтем оның өте білікті дәрігер екенін айтқан, тәтем маған сынған аяқты сол ғана керемет емдейді деген. Я қалқам, мен де ол туралы естігенмін. Бірақ кейде ең керемет деген дәрігерлер де қателеседі. Сен қазір бұл туралы ойлама. Бірақ бұл туралы қалай ойламаймын? Деп Полианна аяғын қолымен нұсқады. Бұл енді мен ойлайтын жалғыз мәселе, деп жыламсырады. Бұл дегеніңіз, енді мен ешқашан мектепке бара алмаймын, мистер Пендлтонға да қонаққа бармаймын, миссис Сноуды да көре алмаймын деген сөз ғой. Ешқашан еш жерге бара алмаймын. Ол теріс айналып, қабырғаға қарап, иығы селкілдеп жылап жатты. Бұл жағдай бірер минутқа созылды. Содан соң жылауын қойып, сұмдық қайғылы жүзбен күтуші әйелге қарады. Мисс Хант, деді, енді мен қуануды да қоямын ғой. Жүре алмасам, несіне қуанамын? Мисс Хант олардың ойынын білмейтін аз адамның бірі еді. Бірақ кәсіпқой маман ретінде ауру адамды тыныштандыру керек екенін білетін. Сондықтан сасып қалғанына қарамастан дәрі тұрған үстелге келіп тыныштандыратын дәрін алды. Ал қанекей қалқам, қазір мынаны қабылдаймыз, деп мейіріммен дәрі бергісі келді. Содан соң дем алып, әрі қарай не істейтінімізді ойланамыз. Кім біледі, мүмкін бұл тіпті де жаман жағдай емес шығар. Бәрі де басқаша болуы мүмкін ғой қалқам. Полианна күтуші әйелді тыңдап, шыныдағы сумен ұнтақ дәріні ішті. Я, есіме түсті, деп келісті қыз. Бұл әкем айтқандай шығар. Ол жамандықтан бетер қиындық болмайды. Әрқашан сол қиын жолдан шығатын жол болады, деп жиі айтатын. Әкеме ешқашан сен жүре алмайсың, деп айтылмаған. Сондықтан жамандықтан бетер қиындық дегенді көз алдыма елестете алмай отырмын. Мисс Хант үндемеді.